Сәлем достар, біздің бүгінгі сабағымыз ағылшын тілі жайлы қызықты 10 факт. Видеоны толық көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ағылшын тілінде қатарынан 8 тура бірдей сөзден тұрып, ешқандай тыныс белгісі қойылмайтын сөйлем бар. Екінші факт, ағылшын тілінде ең қысқа сөйлем 3 әріптен тұрады, ол I am. Үшінші факт, ең қысқа көп мағыналы сөз 2 әріптен тұрады. Ол сөз go. Төртінші факт, ағылшын тіліндегі sit сөзі лексикалық мағынасының көптігі бойынша реконтісімен болып тұр. Оның етістігі ретінде 44 мағынасы, зат есім ретінде 17, ал сын есім ретінде 7 мағынасы бар. Бесінші факт, ағылшын тілінде ешқандай рифма, ұйқас табылмайтын 4 сөз бар. Олар month, orange, silver, purple. Month ай, orange апельсин, silver күміс, purple күлгін. Алтыншы факт, almost сөзі ағылшын тіліндегі әріптердің алфавиттік ретімен тұрған ең ұзын сөз. Жетінші факт, ағылшын тіліндегі Q сөзінің соңғы 2 әрпін алып тастап оқысаңыз да айтылуы өзгермейтін жалғыз сөз. Сегізінші факт, ағылшын тілі әлем ойлағандай кедей тіл емес. Ғалымдардың есептеуі бойынша ағылшын тілін ең бай тіл болып есептеледі. Оның сөздік қорына 800 мың шақты сөз тиесілі. Тоғызыншы факт, И әріпі ағылшын тіліндегі ең жиі кездесетін әріп. 10-шы факт, ғаламтор желісіндегі ақпараттың 70% ағылшын тілінде жазылған. Достар, бүгінгі сабағым сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай сабақтарды түсінбей жүрсеңіздер, соны пікірге қалдыра салыңыздар. Оны міндетті түрде келесі сабақтарда қарап, YouTube каналыма шығаруға тырысамын. Goodbye, my friend. Thank you very much.